Қайырлы күн достар, бүгін бізде беш бармақ оңай әрі тез жасалу жолымен бөлісетін боламын. Ең алдымен етті жақсылап жуып алып, қазанымызға қайнатамыз. Қайнағаннан кейін бетінен көбіктерін алып, тағы да қайнатамыз. Ет 2-3 сағатта жақсы болып піседі, қайнап тұрса. Етті сүзіп аламыз. Етімізді сүзіп алғаннан кейін үстіне тағы да су құйып, баяу отқа қойып қоямыз. Оған дейін қамырымызды илеп, жайып, дайындап қоямыз. Осындай қамырымызды жайып аламыз. Бізде көп адам емес, бір зуала жетеді. Осылай жақсылап жайып алып, жақсылап қайнап тұрған суға қамырымызды салып пісіріп алатын боламыз. Мен жайып болдым. Осылай 4-5 қылып кесіп аламыз. Қатты қайнап тұрған қазанымызға осылай бір-бірлеп салып араластырып тұрамыз. Қамырымыз да дайын. Осылай су құйып жіберіп, қамырлары жабысқаны үшін сосын сүзіп аламыз қамырымызды. Қамырымызды сүзіп алдық. Еттерін жақсылап турап, етіне қойып шығамыз. Ең алдымен бірінші етті қоймас бұрын тұздығын салып аламыз. Одан кейін еттердің бетіне әсемдеп қойып, картошка болса картошканы айналдыра қойсаңыз да болады. Сәбізмен де картошканы үйде ешкім жемейді, сол үшін сәбіз қойып шықтым. Осындай керемет болып шығады, дәмі енді өте керемет. Менің каналыма тіркеліп кетіңіздер. Көп рахмет, комментарий, лайк басыңыздар.